Ауғанстан. Біз ол туралы не білеміз? Ауғанстан бұл ертеден қалыптасқан мұсылман мемлекеті. Бірақ бұл ел бізге ұмытылмас қайғы мен қасірет әкеледі деп ешқашан ойлаған емеспіз. Біреудің жүрек жарар ұлын, біреудің арқа сүйер бауырын жұлып әкетерін кім білген? Ауған соғысы КСРО қарулы күштерінің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғу салдарынан тұтанған соғыс. Бұл қырғиқабақ соғыс кезеңі өткеннен кейінгі уақытта да КСРО-ның өзге елдерді өз ықпалына қарату саясатының айқын көрінісі еді. Не болды екен көңілім тыншымайды, кім болды екен басатын гүлшырайды, енді ғана нұрланған бұл өмірдің ақ жолынан алыста. Жүрші қайғы, үзілді бүлбіршік атқан жаңадан, қиылды өмір енді ғана жаңарған, наз көңілдер су сепкендей басылды, төгілді жас жабырқаулы жанардан. Соғып өтті тіршіліктің ызғары, болғаны ғой осы өмірді бұзғаны. Суық лебі жүрекке кеп орнады, бірақ бұл сәт уақытынан озбады. Әлемге ортақ аспан да, жұлдыз, ай да, күн, қуаныш та көп, қайғымыз да көп айтатын. Бәрі де ортақ, тек шекаралар арада, әттең, тек содан көңілім менің қайтатын. Талассын таңы, күнменен бірге шағылсын, бейбітшіліктің жұлдызы көктен жағылсын. Жұдырықтай боп жұмылған жұмыр жерімнің басынан тайсын, бар жамандығы арылсын. Әлемнің жаны бір болса екен тілегі, тек бейбітшілік деп соқса екен жүрегі. Ұмытпайды артта қалған ұрпағын, еске алады жыл сайын өмір үшін өртеніп кеткендерді. Ал бүгінде мақтан етер ұрпақтары, жеңіс алып еліне жеткендерді. Тыныштық боп мәңгі осылай тұрса күн, жас бүлдіршін жаға берер жыр шамын. Сүйем сені, қасиетті мекенім, мәңгі сені әнмен желпіп өтемін. Сенде ғана көтерілем биікке, сенде ғана арманыма жетемін. 1979 жылы Ауғанстан жерінде болған зұлмат соғыста кеңес әскерлері қайталанбас қаһармандық танытты. Мейлі өзге елде болсын, халықтың тыныштығын қалаған батырларымыздың басым бөлігі сол бір сұм жылдарда Майдан даласында қаза тапса, тағы бірі із-түзсіз жоғалып кетті. Биылғы жылы кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 32 жыл толып отыр. Ауған соғысының қанды қырғынынан аман есен оралғанымен, жандары жаралы 18 мыңнан астам қазақстандық ардагер ортамызда жүр. Олардың дұшпан оғынан қаза тапқан майдандас достарын соңғы сапарға шығарып салып тұрып, көздері жасқа, жүректері мұңға толған шақтары көп. Сонда да ата-баба рухына дақ түсірмей, елге абыроймен оралды. Майдан даласында жан қиярлық пен қаһармандығы үшін 10 мыңдаған қазақстандық орден медальдармен марапатталды. 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін, яғни 9 жылдан аса уақыт бойы кеңес әскерлерінің шектеулі құрамы Ауған жерінде ұрыс жүргізді. Соғыс деген қаралы ұғым. Ауған соғысында мерт болғандар мен ардагерлердің алдында қашанда бас иеміз. Ауған соғысына КСРО құрамына 22 мың қазақстандық қатысты. 2238 күнге созылған соғыста 924 қазақстандық мерт болып,
1015 жауынгер мүгедек болып қайтты. 26 адам хабар ошарсыз кетті. 1979 жылы 25 желтоқсанда КСРО басшысы Брежнев, КОКП орталық комитетінің саяси бюро мүшелері Андропов, Громыко, Суслов және Устиновтың келісімімен Ауғанстанға әскер кіргізу жөнінде шешім қабылдайды. Бұл шешімнің салдары 9 жыл, 1 ай, 25 күнге созылған соғысқа әкеліп соқтырды. Бейбіт өмірде отан алдындағы борышын өтеп жүрген өрімдей жас жігіттер ауғандағы майдан даласынан бір-ақ шықты. Қаншама жас қыршынынан қиылып, қаншама жас мүгедек болып оралды. Отанды шексіз сүйіп, ардақтаумен бірге, оны жауларынан жан аямай қорғау әр перзенттің парызы, міндеті де. Отан, ананы басына іс түскенде жан салып қорғамаған азаматты азамат, халық перзенті деуге болмайды. Отан үшін жанын берген қаһармандардың есімдері даңқ мемориалдарында, ескерткіштер мен атаулы қабірлер тақталарында мәңгі өшпейтін алтын әріптермен жазылған. Олардың ерен ерліктері еш уақытта ұмытылмайды. Жүрегі де алып, өзі де алып барыстан, қарулы қолы жау жағасында қарысқан. Батыр елімнің семсер ұлдары бар әне, жаралған биік, рух пенен жігер намыстан. Жүрегі қайсар, қайтпайтын мың сан жаудан да, отаны сеніп бұйрық бергенде қалған ба? Бақытбек сынды қанжардай өткір ұландар, көрсетті ерлік, тау тасы ажал ауғанда. Ауған соғысы 12-де бір гүлі ашылмаған, боздақтардың қанымен жазылған тарих деп біледі кейінгі жас буын өкілдері. Жылдар жылжып өткенімен, ерлікпен қаза тапқан ер жүрек жауынгерлеріміздің ерлігі ел есінде мәңгі сақталады. Ауған соғысы жүректе жазылмайтын, тарихта орын алатын ерекше беттер. Отан үшін жанын қиған ер жүрек батырларымызды мәңгі есте сақтап құрметтеу, кейінгі ұрпаққа ерліктерін дәріптеп насихаттау әрбір азаматтың қасиетті борышы болмақ.